Бәріңізге ассалаумағалейкум. Агрессор Путин мен диктатор Ким Чен Ын бірікті. Ресей Украинаға қарсы соғыс басталғалы бері Солтүстік Кореяға жақындай түскен. Ресей одақтастарымен қатар нарықтан да алыстап кетті. Енді Путин мұнайды Солтүстік Кореяға сатуға ниетті. Диктатор Ким Чен Ын болса, ресейлік әріптесі Владимир Путинге жылы шырай танытып отыр. Американың Корея экономикалық институтының аға директоры және ғылыми қызметкері Трой Стангаряно Солтүстік Кореяда ресейлік мұнайды өңдей алатын бір ғана зауыт бар екенін айтты, және ол зауыт көптеген жылдар бойы жұмыс істемей тұр. Ресей Біріккен ұлттар ұйымында қауіпсіздік кеңесінің Солтүстік Кореяға қатысты санкциялар жөніндегі комитетіне 2019 жылы Солтүстік Кореяға 30.180 тонна тазартылған мұнай экспорттағанын хабарлаған. Ал достар, осымен видео аяқталды. Видеоны лайк басып, арнаға тіркелейік. Комментке өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Жаңадан ашылған қазақша саяси арнаны қолдап кетейік. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар.